ең бірінші бәрін өздерінен бастау керек. Өзіңді ойламасаң да ұрпағыңды ойла деген сияқты. Заманға байланысты адамдар өздерінің артын жинап үйреніп жатыр. Сәлем құрметті көрермен, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Құрбыжан. Бүгін менде қонақта жастар арасында экологиялық бастамаларды дамытып жүрген Экомәдениет ұйымының президенті Гүлназ Теңдік. Қош келдіңіз. Рахмет. Гүлназ, өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Экомәдениет эко-волонтерлар ұйымының президенті Теңдік Гүлназ боламын. Сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Бүгін біз экотрендтер заманауи өмір салтындағы экологиялық жауапкершілік тақырыбында сөз қозғаймыз. Гүлназ, бүгінде экологиялық жауапкершілік неліктен өзекті мәселеге айналды деп ойлайсыз? Менің ойымша, экология мәселесі заман талабына сай көтеріліп жатыр. Қазіргі таңда жаһандық жылыну, қоқыстану деген сияқты түрлі проблемалар көбеюі есебінен біздер оған көбірек мән беріп келе жатырмыз. Экотренд деген ұғымды қалай түсіндіресіз? Экотренд ұғымы мен үшін көбінесе әлеуметтік желімен байланысты болып келеді. Қазіргі таңда жастар арасында Instagram, TikTok сияқты әлеуметтік желілер өте танымал. Және сол арқылы жастар түрлі трендтерге еліктеп, түрлі трендтерді қайталап келеді. Сол бойынша біздер экологиялық трендті де жастарға енгізіп жатырмыз десек болады. Керемет. Қазақстан жастар арасында қандай экологиялық үрдістер дамып келе жатыр? Қазақстан жастар арасында қазіргі таңда қалдықсыз пайдалану және де пластикті азырақ қолдану деген сияқты трендтер танымал болып келе жатыр. Бұның бір қуантатын, қалай десем болады, бір қуантатын жағы, бұл тек қана жастардың өзіне емес, жастардың болашағына да өзінің әсерін тигізеді. Біздерде жастар тек қана көпсіліп кеттім бе? Жақсы. Біздерде жастар тек қана қазіргі уақытты ғана алмайды ғой. Олар өскеннен кейін елдің болашағы олар болғаннан соң, олар өздерінің балаларын да соған тартады деп ойлаймын. Болашаққа да әсерін тигізеді, иә? Сіздің ойыңызша бұл үрдістер біздің өмір салтына айналып жатыр ма, әлде уақытша сән бе, яғни тренд ба? Менің ойымша бұл біздің өмір салтымызға айналып келе жатыр, жаймен деп болсын. Себебі сән ол кішкене уақыт болады да өтіп кетеді. Ал өмір салты бұл біздің күнделікті жасайтын нәрселерімізден қалыптасады. Керемет. Қайта өңдеу, пластикті азайту сияқты бастамалар қаншалықты тиімді? Қайта өңдеу және пластикті қалай дедіңіз? Қайта өңдеу мен пластикті азырақ пайдалану. Қайта өңдеу мен пластикті азырақ пайдалану бұл тек бізге ғана пайдасын тигізбейді. Бұл жаңағы айтып кеткендей, біздің ұрпағымызға да, біздің болашағымызға да тек қана бізге емес, бұл бүкіл әлемге өзінің пайдасын тигізеді деген ойдамын. Себебі қазіргі ғалымдардың айтуы бойынша қазіргі заман ол пластиктің заманы. Болат қола дәуірі болған, темір дәуірі болған, қазіргі заманды пластик дәуірі деп атауға болады дейді. Мен шын жүректен үміттенемін, болашағымыз біздің пластик дәуірі деп аталмауы үшін. Үміттенемін. Әлеуметтік желілер экологиялық сананы қалыптастыруда қандай рөл атқарады? Оның пайдасы бар ма? Менің ойымша, әлеуметтік желіден біздер бірталай пайда көріп жатырмыз. Себебі мана айтып кеткендегідей, балалардың ойына әлеуметтік желі тікелей өзінің үлесін қосады. Әлеуметтік желі арқылы балалар тілді үйренеді, сабақ басқа нәрселерді үйреніп жатыр. Сол сияқты трендтерді әлеуметтік желіде көріп, оған қызығып, оған атсалысатын болса, ол тек қана өзінің қызығушылығына ғана атсалыспайды, ол экологияға да өзінің пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Волонтерлік ұйымдар экологиялық мәдениетті дамытуда қандай рөл атқарады? Волонтерлік ұйымдар экологиялық мәдениетті дамытуда өз үлкен үлестерін қосып жатыр. Қазіргі таңда менің өзімнің волонтерларыма байланысты айтатын болсақ, олар тек қана өздері ғана кіріп қоймай, өздерімен бірге достарын кіргізеді, және де басқа да жастарды қызықтырып, осы ұйымға, осы салаға өздерінің үлестерін қосып, басқаларды экологияға бейжай қарамауға үйретіп жатыр. Эко-еріктілер қандай қиындықтарға жиі тап болады? Айта кетсеңіз. Эко-еріктілер тез өзінің қызығушылығын жоғалтып алатындығы болады.
жастардың арасында қазір трендтер, жаңа айтып кеттіңіз ғой, тез өтіп кетеді және де ұмытылып кетеді ол нәрселер. Жастарға үнемі бір қызық нәрсе болу керек. Ал қызық нәрсе оларға берілмейтін болса, олар ол ұйымнан шығып кетуі мүмкін, өздерінің қызығушылықтарын жоғалтып алуы мүмкін. Сол сияқты проблемалар бізде жиі кездеседі. Ал сол қызығушылықты жоғалтпау үшін сіздің ұйым қандай іс атқаруда? Сол қызығушылықты жоғалтпау үшін біздер үнемі мероприятие, іс-шараларға қатысып жатырмыз. Қалай десем болады, жастардың қызығушылығына байланысты іс-шараларға қатысып жатырмыз. Осы спортқа байланысты, артқа байланысты, неше түрлі өнерге байланысты іс-шараларға қатысу арқылы біздер жастардың қызығушылықтарын ұстаймыз деп ойлаймын. Тамаша. Жастарды экологияға жауапкершілікпен қарауға қалай ынталандыруға, қалай қызықтыруға болады? Жаңағы айтып кеткен әлеуметтік желі. Әлеуметтік желі арқылы жастардың қызығушылығы үнемі, жастардың қызығушылығы былай айтқанда үнемі бір жерде тұрмайды. Олар то бір нәрсеге қызығады, то басқа нәрсеге қызығады деген сияқты. Мен мысалға кішкентай кезімде DIY-ға қызықтым. DIY бұл өзің пайдаланбайтын нәрседен жаңа әдемі нәрсе жасау деген сияқты. Ол кішкене уақыт тренд болып тұрды да, 1-2 жыл өткеннен кейін ол туралы барлығы ұмытып кетті. Сондай трендтерді, сондай қалай десем болады, сондай нәрселерді қайтадан елге алып келіп, қайтадан трендқа айналдырып, жастардың қызығушылығын көтеруге болады деп ойлаймын. Керемет. Қазіргі оқушылар мен студенттер неден бастау керек? Ең бірінші бәрін өздерінен бастау керек болады. Көпке топырақ шашпаймын. Қазіргі таңда мусорларды, қоқыстарды өздерінің арттарын жинамайтын адамдар болады. Жоқ демеймін, бірақ та заманға байланысты адамдар өздерінің артын жинап үйреніп жатыр. Қуантатыны сол. Яғни әр адам өзінің қоқысын өзінің артын өзі жинап үйренуі керек. Және де біздерде қалай десем болады, суды үнемдеу, жарықты үнемдеу деген сияқты түрлі трендтер болып жатыр. Соны да жүзеге асыруға болады. Экологияға бейжай қарайтын жастарға не айтар едіңіз? Өзіңді ойламасаң да ұрпағыңды ойла деген сияқты. Қазақстандағы экологиялық мәдениеттің болашағын қалай елестетесіз? Дамиды деп үміттенемін. Ал сол алдағы жылдары қандай нақты іс-шаралар болады деп ойлайсыз? Қазіргі таңда біздерде Таза Қазақстан деген сияқты басқа да түрлі акциялар орындалып жатыр ғой. Сондай акциялар, жастарды қолдайтын нәрселер көбейеді деген үміттемін. Рахмет. Бүгін біз экологиялық жауапкершілік тек тренд емес, әр адамның өміріне, өмір салтына айналатын құндылық екенін түсіндік. Сұхбатқа уақыт бөлгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сізге де рахмет.